Ассалаумағалейкум, армысыздар құрметті қазақ елі, халқым, туған елім. Мен бүгін 17 шілде 2025 жыл, Қызылорда қаласы. Есімім Бағдат Қайратұлы. Өз мәселеммен Қызылорда қаласы дене шынықтыру және спорт және туризм басқармасы басшысы Бақтияр Артаев ағамызбен сол мәселені шешуге қабылдауында болдым. Ол кісінің қарапайымдылығы, ол кісінің жаңағыдай батырлық мысы дейді ғой. Олимпиада чемпионы, әрине ағамыздың қабылдауына көп алғысым шексіз. Себебі жолда келе жатырмын, қазір ойланып келе жатырмын ғой. Ондай ағаларымыз билік басында олимпиаданың қазақша сөйлейтін, қазақ тілін дәріптейтін сондай кісілер, жаны ашитын кісілер осы қазақ еліне көк туды желбіретіп еңбегі сіңген қара күшпен осы тердің күшімен көтерілген кісілер. Бұлар спорт саласында болсын, басқада болсын, басқарма басшысында болу қажет деп ойлаймын. Себебі қарапайымдылықтан көтерілген адам ешқашанда демеймін, бірақ көбінесе дандайсып кетпейді, сенемін. Себебі басшылықты көрген адамның әрі қарай қалай дамитынын білмеймін, бірақ Бақтияр Артаев ағамыздың осындай кереметтей қарапайымдылығына, ұстамдылығына риза болдым. Қаншама жұмыстары бар, қаншама шаруалары бар, ішінен барлығын айтып жатыр ол кісі өзде. Халықпен жұмыс істесу әрине бес саусақ бірдей емес қой. Оның ауырлығы да бар, жеңілдігі де бар. Сол себепті осындай кісілерді, осындай ағаларымызды жұмыс басында қолдайық, сенейік, ондан жақсы нәтижелерді күте білейік. Оның орнына басқадан келгенімен бір нәрсе өзгеретініне кім кепіл. Сол, мен Бақтияр Артаев ағамыздың қабылдауында болдым бүгін. Өзім үшін, өмірім үшін бұл үлкен мәртебе. 5-10 минуттық, 15 минуттық кездесу, ол маған үлкен мәртебе. Өмірімде көптеген эмоция болып тұр менде қазір. Мен оны толық жеткізе алмай тұрмын сіздерге. Сол себепті әрі кездеспеген басшы кісілермен кездеспеген кісілерге айтайын, жеткізейін. Сол кісі туралы өте қарапайымдылығы, жаңағы соны мен сіздерге жеткізгім келеді. Бұл бұндай кісілерге біз жақсы